Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз 31-ші сабақпен танысамыз. Қазақстанның шығысы мен оңтүстігін мынадай таулар қоршап жатыр. Шығысында Алтай таулары, Сауыртарбағатай жоталары оңтүстігінде және оңтүстік шығысында. Тянь-Шань таулары Жетісу, Жоңғар, Алатауы, Қаратау жотасы. Сұраққа үлгі жауап оқушыға арналған. Мен тұратын жерде тау жоталары бар жоқ? Егер бар болса, оның аты. Мысалы, Алатау, Қаратау, Тянь-Шань. Судың басқа да бұзу әрекеттері. Су тек ағып қана қоймай, табиғатқа әсер етеді. Оның бұзу әрекеттері мыналар. Жауын-шашын суы жердің үстіңгі қабатын шайып кетеді. Өзен суы жағалауды мүжіп, жыралар мен сайлар жасайды. Тасқын су тасуы, жолдарды, үйлерді бұзуы мүмкін. Толқындар көл мен теңіз жағасын бұзады. Мұздың еруі кезінде су көбейіп, жерді шайып кетеді. Сендер тұратын жерлерде кездесетін түрі, үлгі жауап. Біздің жерде көбіне жауын суының шайып кетуі және өзен суының жағалауды бұзуы кездеседі. Көктемде қар еріген кезде су көбейіп, жерді шайып кетуі мүмкін. Ол туралы нені білу керек? Судың күші өте мықты екенін білу керек. Су тасқыны кезінде қауіпсіз жерде болу қажет. Өзен жағасында абайлап жүру керек. Табиғатты қорғап, суды дұрыс пайдалану керек. Тамшының саяхаты әңгімесі. Мен кішкентай тамшымын. Мен теңізде өмір сүрдім. Күннің ыстығынан мен буға айналып, аспанға көтерілдім. Аспанда мен басқа тамшылармен қосылып, бұлт болдым. Бір күні бұлт ауырлап, мен жаңбыр болып жерге қайта түстім. Жерге түскен соң өзенге қосылып, қайтадан теңізге жеттім. Міне, менің саяхатым осылай жалғаса береді. Су айналымының реттілік сызбасы дәптерге. Күннің қызуы, судың булануы, бұлттың пайда болуы, жаңбыр немесе қар жауы, судың өзен, көл, теңізге қайта оралуы. Осыны шеңбер жасап, көрсеткілермен байланыстырып сызуға болады. Су айналымының маңызы. Жер бетінде су таусылып кетпейді. Өсімдіктер мен жануарлар сусыз қалмайды. Жаңбыр жауып, табиғат тазарады. Адамдар таза су пайдаланады. Талқылау және бағалау үлгі. Біз су айналымы туралы әңгіме құрастырдық. Су айналымының табиғат үшін өте маңызды екенін білдік. Жұмысымызды дұрыс орындадық деп ойлаймыз. Өз жұмысымызды жақсы деп бағалаймыз. 1. Таудың пайда болуына қандай күштер әсер етеді? Таулар жердің ішкі күштерінің әсерінен пайда болады. Оларға мыналар жатады. Жер қыртысының қозғалысы, тау жыныстарының қатпарлануы, жанартаудың атқылауы мысалы. Жер қабаттары бір-біріне тіреліп, жоғары көтерілгенде тау түзіледі. 2. Қандай себептердің әсерінен тау жыныстары үгіледі? Тау жыныстары сыртқы табиғи күштердің әсерінен үгіледі. Негізгі себептері: су, жаңбыр, өзен, жел, мұз, күннің ыстығы мен суығы. Мысал, қыста су тас жарығына кіріп қатып тасты жарады. Уақыт өте тасы сақталып құмға айналады. 3. Мұхит, атмосфера, таулы мұздық пен өзен арасындағы су айналымының моделі. Су айналымының моделі, сипаттау. Күн мұхит суын қыздырады. Су буланып атмосфераға көтеріледі. Бұлт түзіледі. Жаңбыр мен қар тауға түседі. Тауда мұздықтар пайда болады. Мұз еріп өзендерге айналады. Өзендер суды қайта мұхитқа апарады. Қорытынды. Су айналымы табиғатта судың үнемі қозғалыста болуын қамтамасыз етеді. Ол тіршілік үшін өте маңызды. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпа.